53-ші есепті шығарайық. Бұл теңсіздіктермен және олардың жүйелеріне берілген есеп екен. Теңсіздікті шешіңдер дейді. Демек, бірінші берілген x азайтылған 8 көбейтілген x қосылған 3. Бұл дейді үлкен немесе тең 0-ден дейді. Бұл жерде егерде біз мына жерде бізде екі көбейткіш. Бірінші көбейткіш, ортасында көбейту бар деген сөз. Екінші көбейткіш. Қай кезде бізде 0-ден үлкен деген ол 10 таңба деген сөз. 0-ден үлкен 10 таңба шығады. Егер бірінші көбейткішіміздің нәтижесі 10 таңба болған жағдайда, онда екіншісі бізде теріс таңба болса, оң таңба мен теріс таңбаны көбейтсек, теріс таңба шығады. Демек, екеуі де 10 таңба болу керек. Сонда оң таңба мен оң таңбаны көбейтсек, ол бізде оң таңба шығады екен. Онда x азайтылған 8 оң таңба шығу үшін, оны біз не деп айтамыз? 0-ден үлкен немесе тең 0-ден деп аламыз. Сонда x екіншісі қосылған 3, бұл да 10 таңба болу керек. Демек, үлкен немесе тең 0-ден деп аламыз. Және жүйе құрып аламыз. Мынаны оң жаққа апарсақ, x үлкенге тең 8-ден. Мына бізде минус 3 болып барады. Сонда x үлкенге тең минус 3-тен. Міне осында екі жүйе шықты, x-тің мәндері. Енді біз бұны x осіне мына нүктелерді қоямыз. Яғни мына жерде бізде 8 және 3. Минус 3. Бұл бізде немесе тең деп тұр. Сондықтан ішін бояймыз. Бұл нүктелер кіреді деген сөз. Енді аралықты белгілейміз. 8-ден үлкен дейді. X үлкен немесе тең 8-ден дейді. Онда оң жақ қарай, үлкен десе оң жаққа, кіші десе сол жаққа. Мынау үлкен десе, кіші десе сол жаққа дейміз. Келесі, x үлкеніне тең минус 3-тен. Яғни x үлкеніне тең минус 3-тен. Міне осы екі аралықты да қанағаттандыратын. Ол бізден 8-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық. Яғни x тиісті 8 кіреді. Тік жақшамен аламыз. 8-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық. Келесі екінші жағдайды қарастырамыз. Егер мынаны іші, бірінші көбейткіштің іші минус таңбамен шықса ше, онда оң таңба болу үшін екінші көбейткішімізде минус таңбамен шығу керек. Онда біз жазамыз. X минус 8 кіші 0-ден, кішіне тең 0-ден деп аламыз. Және онда мынауымызда бізде кіші болу керек. X қосылған 3 кішіне тең 0-ден. Осы жүйені құрамыз да. X кішіне тең 8-ден болады. X кішіне тең минус 3-тен болады. Енді бұны біз x-дің бойына салсақ, минус 3, 8, енді x кіші дейді. Кіші десе біз сол жаққа қарай. Былай сол жаққа қарай береміз. Және x кіші минус 3-тен. Бұл да кіші. Бұл екеуінде қанағаттандырып тұрған аралық. Ол бізде минус шексіздіктен мынау минус 3-ке дейінгі. Демек, x тиісті минус шексіздіктен минус 3-ке дейінгі аралық. Ондай болса жауабына жазамыз. Біз жауабына минустан бастап жазамыз. Яғни минус шексіздіктен минус 3-ке дейін және 8-ден плюс шексіздікке дейін деген сөз. 8-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық. Мынау бізде жауап болып табылады. Енді бұл аралықтар неге бұлай беріледі дейтін болсақ, көбісі оқушылар түсінбей жатады. Онда егер бұны толық түсіндіретін болсақ, біз бұлай түсіндіруге болады. Болды, негізі есеп осылай шығады. Жай түсіндіріп өту үшін бұл есепті. X азайтылған 8 көбейтілген x қосылған 3 дегеніміз үлкен не тең 0-ден дейді. Егер біз жақшаларды ашатын болсақ, мынаған көбейтсек x квадрат, мынаған көбейтсек
плюс 3х. Мынаны көбейтсек минус 8х. Және мынаны көбейтсек минус 24 болады екен. Үлкен не тең 0-ден дейміз. Енді мына ұқсастықтарды біріктіреміз. Сонда х квадрат 3х минус 8х ол бізде минус 5х болады екен, иә? Және азайтылған 24 үлкен не тең 0-ден. Енді мынау бізде квадраттық функция. Бұның графигі бізде парабола болады. Яғни парабола, мысалы біз мынау y деп алсақ, аны біз x деп алсақ, сонда бұл бізде дискриминантын біріншіні 0-ге теңестіреміз да, x квадраты минус 5x минус 24 тең 0 дейміз. Сөйтіп дискриминантын табамыз. Дискриминант бізде 25 азайтылған 4 көбейтілген минус 24 тең 25. Минус пен минус көбейтсек плюс болады. Енді 24-ті 4-ке көбейтсек, 4-ке көбейтсек 16, 61 ойда. 4-ті 2-ке көбейтсек 8, ойдағы мен 9, 96. Мына екеуін қосатын болсақ 11, 1 31 ойда. 11, ойда мен 12, 221. 221 дегеніміз ол бізде 11-дің квадраты. Демек, x1, x2-ні табатын болсақ, бізде негізі x1 мынау ғой, 8 және минус 3. 8 бен 3 шығады екен. Әмейлі орнына қойсақ, бізде минус b, ол бізде 5, x1, x2 деп жасалайын. Плюс минус түбірасты дискриминанттан 11 шығады, бөлінген 2. Яғни 2 жауап шығады, ол бізде 5-ке 11-ді қоссақ 16, 12 бөлсек 8. 5-тен минус 11-ді алсақ, бізде минус 6 болады. Минус 6 2 бөлсе минус 3 болады. Яғни 8 және минус 3 деген. Міне, мына жерден бірдестен білуге болады. Ол 8-ге тең және минус 3-ке тең. Яғни, мынау x осіне бойынша, мына жерде минус 3 болса, міне мынау минус 3 деген x пен қиылысады. Мынау x пен 2 нүктеде қиылысады деген сөз. Және 8 деген. Мысалы, мынау 8 деген нүкте болсын. Енді бұл парабола бізде тармақтары x квадраттың алды оң таңба болған екен. Бұл мынандай кәдімгідей тармағы жоғары қараған парабола ғой. Демек, осы 2 нүкте арқылы өтетін парабола деген сөз ғой негізінде. Не, осындай бір парабола. Енді бұл параболамыз бізде айтады 0-ден үлкен немесе тең дейді. Мынау y функция бізде 0-ге тең нүктесі ол минус 3 және 8. Демек, бұл нүктелерді біз аламыз. Және одан үлкен дейді. Ол үлкен аралық, ол бізде. Осы 0-ден үлкен жоғары аралық, дұрыс па? Мынау аралық пен мынау аралық жатады. Демек, ол мынау аралық деген сөз. X-тің бізге керек аралығы, үлкен аралық. Сонда, X бізде неге тең болып тұр? Не жаңағы минус шексіздіктен минус 3-ке дейінгі аралық болып тұр. Минус 3-ке дейінгі аралық. Және минус 3 кіреді. Себебі 0-ге тең керек. Және 8-ден 8 кіреді. Плюс шексіздікке дейін. Плюс шексіздікке дейін аралық. Міне осыны бізге y керек емес. Сондықтан бұны қысқаша түрде осылай шығарып, және мынау x-ін бойын ғана біз көрсетеміз да. Содан кейін осы жердегі аралықты ғана таба саламыз. Бізге мынау бәрін дискриминант шығарып, осының бәрін жасап жүрудің қажеті жоқ. Ең бастысы бұл парабола. Параболаның x-ке қатысты ғана x-пен қиылысатын нүктелері ғана мына екеуі. Және ол бізде жаңағы үлкен 0-ден үлкен немесе тең аралық десе, оны біз бірдестен 0-ден үлкен деген аралықты осылай 0-ден үлкен аралық ол бізде мынау аралық. Демек, бұл аралық бізде x бойынша керек. X қаншаға тең болғанда мынау функциямыз біздің, мынау функциямыз 0-ден үлкен болады. Сонда x те бізде
минус шексіздіктен минус 3-ке дейінгі аралықта және 8-ден плюс шексіздікке дейінгі аралықта ғана үлкен болады екен.